Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сигара бөрегін жасап көрсететін болам. Бізге керекті мына жерде 7 дана картобымызды ашып, тазалап, жуып алдым. Енді осыны суымызға салып, газымыздың үстіне бір қайнатып, жақсы піскенше қайнатып аламыз. Барлығының грамын описанияға қалдырып кететін боламын. Осыны отқа қойып, астын жағамыз да газы жағып, жақсылап қайнатып аламыз. Менде мына жерде 2 пияз, 2 пиязды кусоктап турап аламыз. Кішкене майда кусокқа бөліп турап аламыз пияздарымызды. Турап алған пияздарымызды осылайша бір ыдысқа бір шетке қойып қоямыз. Енді кезекте қайнап жатқан картобымыздың көбігін алып тастаймыз да жақсылап піскенше қайнатып аламыз. Тапамызға көз мөлшермен майды құямыз да жаңағы турап алған пиязымызды бір шала қуырып аламыз. Қуырып алған пияздарымыздың ішіне дәмдеуіштерді саламыз. Менде қара бұрыш, тұз және де қызыл бұрышты саламыз дәміне қарай. Осылайша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қыздар, мен пиязымды шала қуырып алдым. Осының үстіне менде аз көк укропты осылайша мұздатқышқа қатырып алған едім. Содан көз мөлшермен 5-6 қасық саламыз. Қалауыңызша, егерде ұнатпасаңыз салмай қойсаңыздар да болады. Жаңағы қайнатып алған картошкамызды піскенін осылайша езіп, пюре қылып езіп аламыз да жаңағы пияздың үстіне салып жақсылап араластырамыз. Бетіне қызыл бұрышты себеміз да жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Сигара бөрегімізге мен осылайша дайын лавашты қолдануды жөн көрдім. Менде бір пачка лавашта 5 дана болады ішінде. Осыны ортасынан бөлеміз да бір бүктеп алып ортасынан бөлеміз. Ашып тағы да ортасынан осылайша тағы бөліп аламыз. Бір лавашты 4-ке бөлеміз да 4 бөлген лавашымызды тағы да ортасынан бір бөлеміз. Осылайша 5 бөлікке бөлеміз. Барлығын бөліп аламыз. Үстін қойып бөлсеңіздер де болады. Осылайша ортасынан тағы бір бөліп аламыз да ішіндегі жаңағы салмамызды салып аламыз. Барлық салмамызды салып, ұзынша етіп созып аламыз да 2 шетін бүктейміз. Жаңағы лаваштың 2 шетін бүктеп, осылайша етіп тартып, жіңішке қылып бүксеңіздер де болады. Мен жуандау қылып бүктім. Осылай жеріне суды жағып қойып қоямыз, өзі жабысып тұрады. Ашылып кетпеу үшін су жағамыз. Міне достар, осындай және де тағы бір көрсетуді жөн көрдім. Осылайша етіп бүгіп аламыз барлығын. Лавашқа су жақпасақ жабыспайды. Осылай шетіне су жағып жабыстырып аламыз. Осылайша етіп майға қуырып алсаңыздар да өте әдемі дәмді сочный болып шығады, кітірлік болып тұрады сырты. Маған осылай пешкаға пісірген ұнағандықтан пешкаға пісіруді жөн көрдім. Осылай барлығын кезек теріп шығамыз. Теріп шыққан сигара бөректеріміздің үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Шетінен жұмыртқаны барлық шетіне жеткізіп жағып шығамыз.
Жағып болған жұмыртқамыздың үстіне осылайша макты сеуіп шығамыз. Қаласаңыздар күнжіс сепсеңіздер де болады. Барлық шетіне жеткізіп сеуіп шығамыз да 180 градустегі қызып тұрған пешкаға пісіріп аламыз. 20 минутта пісіп шығады. Міне менің сигара бөректерім осылай болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.